Сәлеметсіңдер ме балалар? 9-шы сыныптың қазақ әдебиеті пәніне арналған сабаққа қош келдіңдер. Бөлімі тарихи шындық пен көркемдік шешім. Сабақтың тақырыбы Кенесары Наурызбай поэмасының кейіпкерлер бейнесі. Сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Сабақ мақсаты шығарма кейіпкерлерінің бейнесін танытатын жолдарды анықтайды. Жырдан дәлел келтіре отырып кейіпкерге мінездеме береді. Кейіпкерлер әрекетін өмірмен байланыстырады. Бағалау критерийі көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды. Кейіпкерлерге мінездеме береді. Өткен сабақта Кенесары Наурызбай дастанының толық мазмұнымен танысқан болатынбыз. Үйге осы шығарманың композициялық құрылымына талдау жасау берілген болатын. Олай болса, өздеріңнің орындаған үй жұмыстарында бірге тексерейік. Яғни, Кенесары Наурызбай дастаны Тортөбел аттың ұрлануынан басталатын еді. Ал осы атты іздеген Кене ханның қырғыз еліне сұрау салып, қырғыздардың ханның сөзін елемеу арқылы оқиға байланыса түседі. Кене ханның қырғыздарға шабуыл жасауы оқиғаның дамуы болады. Шабуыл жасағаннан кейін қырғыздарды ала алмай, Бұғыбайдан ақыл сұрауы оқиғаның шиеленісуі. Кенесарының Наурызбайға қолдау көрсетіп, қырғыздарды жеңуі шарықтау шегі болады. Ал соңында олжалаған олжаларын бөле алмай, өзара алауыздықтың туып, Кенесары мен Наурызбайдың қырғыздарының қолынан қаза табуы оқиғаның шешімі болады. Міне балалар, сендердің де жауаптарың осылай болды деп ойлаймын. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша келесі тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: шығарма кейіпкерлерінің бейнесін танытатын жолдармен таныса отырып, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып шығыңдар. Үзіндінің қай кейіпкерге қатысты екенін табыңдар. Үзінділермен жұмыс жасай отырып балалар, кейіпкерлерге әрі мінездеме береміз, әрі автордың көзқарасын танимыз. Берілген үзінділерге мұқият қарап, қажетті сөздерді дәптерге түртіп қойсаңдар болады. Бір рет қарап оқып шықсаңдар, дұрыс жауаптарын бірге көрейік. Рұқсат берсең, Кенеке, барайын соған деп едім. Сала тұғын алдыма, Бұғыбай басшы бар еді. Әдіре қалғыр Алатау, асуға қиын жер еді. Яғни қалып қойған сөздерді таптық. Бұл үзінді кімге тиесілі? Бұл Наурызбай батырдың сөзі. Бұғыбай батырдың ақылымен Кенесары ханнан келіп рұқсат сұрайтын тұсы еді. Яғни бұл үзіндіден батырдың жеңілгеніне ызаланып, жеңіске ұмтылуы, қайтпас қайсар батырлығын көруіңізге болады. Келесі үзіндіге назар аударыңдар. Кене хан сонда сөйлейді, дұшпаннан бітсін ар дейді, қолдағы өңшең батырдан іріктеп бәрін ал дейді. Көңілің шапса науанжан, ертерек сонда бар дейді, 200-дей кісімен ойынды барып сал дейді. Жаңағы жоғарыда айтылған үзіндіге Кене ханның жауабы. Яғни бұл жерде Кене хан өзінің алдына келген науанның бетін қайтармай, батырға қайта қолдау көрсетіп, алдағы шайқасына жеңіс тілейді. Яғни көреген ақылды ханның бейнесін көре аламыз. Келесі үзіндіге балалар, мұқият қараңдар. Түртіп алған болсаңдар, онда сөздерді тексерейік. Бұғыбай сонда сөйлейді, қысылып тұрау жанымыз, тау басына жете алмай, болмады сірә сәніміз. Жауыңды шаншып беруге келмейді науан әліміз, жол тап деген сөзіңнен төгіле қалмас арымыз. Көп кешікпей науанжан, ханға таман барыңыз. Яғни бұл, өздерің байқап тұрғандай, Бұғыбай батырдың сөзі еді.
алдына келген, ақыл сұрап келген Науанға дұрыс жол көрсеткен Бұғыбайды көре аламыз. Келесі үзіндіге назар салайық. Кәрібіз сонда сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді: ей Наурызбай, ертөрем, аза қарайып жүрмін қаныма, аза қорлық көрсетіп қатты баттың жаныма, не жазығым бар еді Кенесары ханыңа. Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар, бұл қырғыздың адамы Кәрібоз еді. Науан батырдың келіп ойнақ салған шайқасына, өзінің елінің тымтырақай болғаннан алыған Кәрібоз Наурызбайға осы сөздерді арнайтын еді. Жақсы балалар, тапсырманы ойдағыдай орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Кенесары мен Наурызбай бейнесін танытатын үзінділерді дәлел келтіру арқылы кейіпкерге мінездеме беріп, автор көзқарасын анықтауымыз қажет. Олай болатын болса, Кенесарыға байланысты берілген үзіндіні қарайық. Кенесары Наурызбай келтіріп жүр кертіне, шауып жаншып талатты қырғызды қоймай еркіне. Бір бөлек қырғыз қалмады, қашып барып еркіне. Бақыты шауып тұрғанда Кенехан жетті сертіне, шауып алды тал түсте Аспара мен Меркені. Иә, расымен де үзіндіде Кенесары ханның айтқан сертінен қайтпайтынын, айтқан сөзінде тұрып, қырғыздың елін барып шауып алған батырлығы сөз болады. Сонымен қатар Кенесары Қасымұлы қазақ хандығының соңғы хан екенін білеміз. Мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, 1837-1847 жылғы ұлт азаттық қозғалыстың көсемі. Сондай-ақ Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, Абылай ханның немересі. Кенесары Қасымұлы өзге бауырлары секілді көшпелі әскери ақсүйектер қауымының дәстүріне сай жастайынан шабандоз, ұшы-қиырсыз даланың қатал табиғатына шыныққан, қиындыққа төзімді болып тәрбиеленді. Жеке басының ерлік қасиеттері, бірбеттігі, алға қойған мақсатына жету жолындағы қайсарлығы мен дүлей күш-жігері оның жетекшілік қабілетін айналасына ерте мойындатқан. Міне біз осы қасиеттерін де шығарманың өн бойынан байқап отырмыз. Келесі балалар. Келгенін ханның көрген соң Наурызбай төре есірді, бөгежектеп жүрген ел еркінше шауып көсілді. Жазыла алмай жүреді, түйіні жүктің шешілді. Қойға кірген бөрідей қырғызға салды кесірді. Бұл Наурызбай батырдың ерлігі еді. Қырғыздарға барған Наурызбай өзіне келіп Кененің қолдау көрсеткенін білгеннен кейін бұрынғысынан да күші еселене түседі. Наурызбай кірді қамалға, жанған оттай бұрқылдап, көк дөнен атасында ор қояндай болтылдап, батырлардың найзасы найзағайдай жылтылдап, мыңнан кірген батырлар оннан шықты алқылдап. Иә балалар, теңеу пайдалану арқылы Наурызбайдың ерлігін одан әрі әспеттеп, суреттеп көрсеткен екен. Бұл жерде де тапсырманы бала түсініп, ойларыңды үзінділер арқылы дәлелдедіңдер деп ойлаймын. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Яғни бұл тапсырмада балалар өзіміз мәтінмен толықтай жұмыс жасауымыз керек. Берілген кесте бойынша қажетті мәліметтер жинауымыз қажет. Және кейіпкер туралы өзіңнің ой пікіріңді жазуыңа болады. Сұрақ, кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар дайындаймыз. Және іс-әрекет автордың кейіпкерді суреттеудегі қолданған тәсілдерін атайық. Олай болса балалар, өздерің орындаған болсаңдар, ықтимал жауапты, яғни шығармада қандай деректер кездеседі. Кенесары Наурызбай Абылай ханның баласы, Көкшетау даласын мекен еткен, жазда Ұлытауды жайлаған. Абылай ханның баласы Қасым хан қатал болған. Кенесары Наурызбай дұшпанның зәресін алып, найзағайдай шартылдап, қасына ергендерін олжаға қарық қылған, ерегіскен жауының жылқысын алып зарлатқан. Яғни бұл мәліметтер шығарманың өн бойында кездеседі. Пікір, кейіпкерлер туралы қандай пікір білдіруге болады? Әрине, Кенесары мен Наурызбайдың патша үкіметіне қарсы күрескен, ел амандығын күйттеген азаматтар ретінде көруге болады.
батырлардың ерлігі ерекше жырланады және батырлардың тәуелсіздік үшін ерліктері ешқашан өшпек емес. Жырдағы негізгі тұлға Кенесары. Кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақ. Кенесары хан патша үкіметіне неліктен бас игісі келмеді? Қырғыздардан жеңілуге не себеп болды деген сұрақтар қоюға болады. Іс-әрекет, яғни кейіпкерді суреттеуде қолданған тәсілдерге теңеу, метафора, әсірелеу, эпитетті жатқызуымызға болады. Яғни бұл тапсырманы да орындадыңдар деп сенемін. Келесі балалар, сабағымызды толықтай қорытындылай келе, осы шығармада Кенесары хан, Наурызбай батыр, Бұғыбай батыр, Ағыбай батыр, Кәрі Боз кейіпкерлер бейнесімен таныстық. Яғни барлық кейіпкерлердің шығармада өз орны бар, әрқайсының ерлігі суреттелген. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Қандай да бір сұрақтарға жауап алған болсаңдар, оны плюс бағанына жазуларына болады. Ал қандай сұрақтарға жауап ала алмадым десеңдер, оны минус бағанына қойып жазуларына болады. Қызықты болған мәліметтерді теріп, қызықты бағанына жазып қойыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.